Баршаға сәлем, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен осындай көк самса дайындаймыз. Ол үшін алдымен қамыр елеп аламыз, ыдысымызға су құйып, дәміне қарай тұз салып, араластырып аламыз. Ұнымызды осылай үккіштен өткізіп саламыз, сосын қамыр елеуді бастаймыз. Осындай қатты қамыр елеп алғаннан кейін бетін жауып демалтуға жібереміз. Оған дейін начинкасын дайындап аламыз. Қой етіні және қойдың майын фарш ретінде қолдандым. Сіздер майдалап турасаңыздар да болады. Көк самсаға тек қана қойдың еті және қойдың майы болу керек, басқа етті қолданбаймыз. Және де бір үлкен пиязымызды, немесе кішкентай болса 2 пиязды майдалап турап аламыз. Пиязды майдалап турап алдық. Енді ыдысымызға етімізді және пиязымызды салып аламыз. Және петрушкамызды майдалап турап, бұны да ыдысымызға салып аламыз. Енді аздап жалбызды майдалап турап, бұны да начинкамызға қосамыз. Жалбыз қосылған самсаның дәмі өте керемет болып шығады. Начинкамызға барлық қоспаларымызды турап салдық. Енді дәміне қарай тұздықтар саламыз. Аздап тұз, сосын аздап зира. Оны қолымызбен жақсылап кезіп саламыз. Сол кезде дәмі күшті болады. Енді барлығын жақсылап араластырып аламыз. Араластырып алдық. Енді демалтып қойған қамырымызды жаюға кірісеміз. Қамырымызды жайған кезде қатты жұқада, қалында болып кетпеу керек. Орташа етіп жаямыз. Сосын осы видеодағыдай қамырды бөліктерге бөліп аламыз. Кескен кезде осылай болып шығады. Қалында жұқада емес, көріп тұрғандарыңыздай. Енді самсамызды түйіп аламыз. Түйіп алғаннан кейін тандыр пеште пісіріп алсаңыздар да болады. Мен духовкада 10 минут пісіріп аламын. 10 минутта самсамыз дайын болып шығады. Самсаларымызды түйіп алдық. Енді листімізге салып, духовкада бағана айта кеткеніндей 10 минут пісіріп аламыз. Самсаларымыз қызарып осылай пісіп шықты. Енді өзінен шыққан майды бетіне жақсылап жағып шығамыз. Рецепт ұнаған болса, мені қолдап, арнама тіркеліп, лайк басып, өз пікірлеріңізбен бөлісе кетіңіздер. Сіздердің қолдауларыңыз мен үшін өте маңызды.